Сәлем достар. Сәлем. Ангеликтің каналына қош келдіңіздер. Бүгін Ангелик бізде қандай сабақ? Біз Аннель екеуміз сабаққа келдік. Әдебиетті математика ма білмеймін. Әдебиет па? Әлде математика ма? Отыра берейік та, дайындалып, иә? Қазір келеді, өзі айтар. Қалай жағдай, не жиналып болды, не істедің? Кеше шықпадың ғой жаққа ойнауға. Ол кеше сабақ деген маңдай болды. Бірақ оқып келмеді. Сабақ оқыдың ба? Не сабақ оқыдың демеш, мен дайындалған жоқпын, сен де дайындалған жоқпын деп айтасыз. Екеуміз доспыз ғой. Екеуміз доспыз. Оқыған жоқпын деп айта салайық екеуміз де, иә? Сен 2 алсаң, мен де 2 алам. Жарай ма? Сен 5 алсаң, мен де 5 алам. Мен 5 алсам, сен 5 алмайсың ғой? Мен 5 алсам, сен 2 аласың ғой. Ладно, апайды күтейікші. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба, апай? Неге отырмыз? Неге отырмыз? Апайларың кетіп тұр ғой. Тұрсаңдаршы орындарыңнан. Ойбай, тұрайық, иә, саламатсыз, апай. Сіз енді кішкентай апай боласың. Отырып амандаса берейік па деп едік қой. Так, әңгімені қоямыз. Кім бар, кім жоқ түгендейміз. Так, Гумилова бар ма класста? Иә, бар, апай, бармын. Ангеликова бар ма класста? Бармын, апай. Алиханов бар ма сабақта? Алиханов жоқ, апай, бүгін келген жоқ сабаққа. Неге ерте келеді? Ерте келмейді, ол вообще келмейді. Неге үнемі сабаққа келмейді Алиханов? 2 қоямын. 9-шы класста маған жауап келмесі. 90 аяқталғанда деші. 2 қоям. Жылдың сонында маған жауап келмесі. Түсірмеймін видео. Күле береді на екеуі. 5 қоям. 2 қоям. Алихановқа 2 қоям. Сабақ біткенде маған жауап келмесін. Өмір сабақтан қалып жүреді сол бала. Так, балалар, әдебиет сабағын ашыңдар. Үйге не берді? Көрейік. Так, кім айтады? Үйге не берді? Қандай тапсырма берді? Гумилова. Сабақ айтамыз ба? Тұр, сабағында айт. Апай, мен оқи алмадым. Қайталап алсам бола ма? Неге қайталай бересің? Осы сен қыз. Әкел күнделігінде 2 қоям. Апай, мен енді ұмытып кетіппін, апай. Күнделігімді үйде ұмытып кетіппін, апай. Күнделігіңді ұмытқанша, ана басыңды неге ұмытпайсың? Ой, апай, адам басын қалай ұмытады? Басымды ұмыта алмаймын ғой үйде. Күнделігімді ұмыт. Болды, қой. Сабағыңды жаз. Ангеликова, қайталайын деп айтпа, менің басымды ауыртып. Апай, сабақ бар. Не ғой, баяғыда бір ата мен әже болыпты. Бір күні ата балыққа барып, балық аулап алыпты. Алтын балық аулап алыпты. Сосын алтын балық айтыпты атаға. Мені жіберші, мен сенің бүкіл тілегіңді орындаймын депті. Сосын ата қуанып кетіп, онда менің бүкіл кредитімді жауып берші депті. Сосын алтын балық айтты. Одан да мені өлтіре сал депті. Ангеликова, толық емес. Дұрыстап оқымайсың ба? Дұрыстап оқымайсың ба сабағыңды? 1-4 жоқ. 1-4 жоқ па не, апай? Бәрі 5 па не сонда сенде? Қайдағы 5? 1-4 жоқ. Бәрі 3. 3 бар жерде 2 бар ғой, апай. Көрсетем саған қандай күш бар екен. Кел, Ангеликова, тақтаға шығып кел. Тұр бұрышқа, тұр. Тілін ұзын. Сабақты неге солай мен оқымайсың? Аяғыңды көтеріп тұр. Аяғыңды көтер. 2 аяғыңды да көтеріп тұр. Апай, 2 қолымды көтеріп, 2 аяғымды көтеріп, ұшып, биіктеп, арман мақсатыңа жет демейсіз бе онда? Мә, апайға база жоқ дейді. Ангеликова, есеп жаз. 2 қосу 3. Жаз сосын есепте. Қосу де, қосу. 3 жазсай, 3 деп жаз. Құс сияқты, құс ұсып баратқан құс сияқты.
Мен өзім есеп шығарайын. Өзің есепте. 5 жазасын, 5. Ой, мынандай 5 жаз, 5. Бәрін айтып отыруым керек, Әнілік. Ай, Ангелика, 5 жаз. Мынау не істеп жатыр? Апай болдым. Ой, бұл. Сен де осы қызға көмектес. Көмек влогва, еріме бұл қызға. Бұл қызға ерсен, влогер болып кетесің. Сосын камеранды алып, сәлем достар деп жүресің. Ой, апай, оның несі жаман, мен қайта өскенде блогер болғым келеді. Ангеликова, сен өскенде қауын болғың келеді шығар, иә? Неге? Енді Ангелектің үлкені қауын ғой. Ондай емес па? Қойдым, апай. Ангеликова, 8 жедегі 8-ім неше жазамыз тақтаға. Ойбай, қашет. Дұрыс па, апай? Ойбай. Так, балалар, тақтаға қараймыз. Апай, негізі қандай сабақ? Математика ма, әдебиет па? Әдебиеттен басталған сияқты еді ғой, иә? Түсінігі айтып жатқан сияқты математика болып кетті ғой сосын. Көмек влогва, шықшы тақтаға. Ой, апай, шықпай қояйыншы, шықпаймын. 2 қоям, қазір шықпаса. Ой, апай, 2-ні қоя беріңізші, шықпаймын мен тақтаға. 2-ні де еңбектеніп алу керек. Шық тақтаға. Шықтым, апай, мен де есеп жазайын ба, не істеймін? 10 рет отырып тұр. Дышы болып кетті ма енді? Жаңа әдебиет, математика ең дышы болып кетті ғой енді. 10 рет отырып тұр демсеңізға. Жарайды, апай. Бір. Балалар, тыныш отыра тұрыңдар. Мен сыртқа шығып келемін. Кітаптарымды оқып, тыныш отыра тұрыңдар. Аннелік, не істеп жатсың апайдың сумкасын? Апайдың сумкасына құрбақасына қойдым, қазір апай шошып кетеді. Құрбаққа салып қойғаның не, өлә, сен апай ұрсады ғой қазір. Қорқып кетсеші, шынымен құрбаққа салып қойдың ба не? Ойбай, қызық болады онда. Мен бір айтып қоям ғой, қазір сен салып деп. Үндемесек қызық болады, қойсай. Жарайды, бірақ апай ұрсатын болды мұнан ішіне құрбақа шығама сонда. Ойбай. Жарайсыңдар балалар, қазір. Аннелік, шын құрбақа емес, кәдімгідей. Әшейін параққа жаз. Шын құрбақа жоқ қой, енді параққа жазсам да қорқады деп ойладым ғой. Сосын параққа құрбақа деп жазсаң қорқады деп ойладың ба? Динозавр, трактор кетіп жатыр деп жазбадың ба онда? Сосын қорқады шығар. Құрбақа деп жазып сумкасына салып қойған не саппайдың? Мынау не? Қыз емессің ба? Өскенде қандай адам боласың? Кім боласың өскенде сеніз? Апай, өскенде ма? Өскенде де кәдімгі адам боламын ғой. Енді құмырсқа немесе сиыр болып кетпеймін ғой енді өскенде. Не салатсың? Не суреті? Қоңырау болды, апай, ура. Қоңырау сендерге соғылған жоқ. Білеміз, қоңырау бізге соғылған жоқ. Қоңырау сізге соғылды. Ой, ақылдысыңдар ғой. Ертең орыс тілі келеміз мектепке. Ертең орыс тілі ма? Ертең вообще жарайын деп тұр ғой орыс тілден, иә. Жарайды. Сау болыңыз, апай. Сау болыңдар.